азаматтары, Тайыншыпа ауылының тұрғындары, белсенді Алла разы болсын. Ағайындар, сайлау мәдениетін қалыптастырайық. Туымыз әділ болсын. Ұқсат болса, Тайыншыпа ауылының тұрғындары, ассалаумағалейкум. Біріншіден, мына келе жатқан ұлыс Наурыз, Наурыз мерекесі баршаңызға құтты болсын, тек жақсылығымен келсін. Жыл қазақтың жаңа жылы ғой. Ассалаумағалейкум. Енді мен ағалар, ағайындар, өзімді таныстыра кетейін. Қысқадан нұсқа. Мен Жұмағалиев Мұратбай, Жаңаөзен қаласының тұрғыны, мұнайшымын. Қазіргі таңда да мұнайшымын. 25 жыл болды. Мына Қазақстан Республикасының мына бір мандатты деген, мәжілетарлы деген ұғыммен бір орын халықтың арасына деп мына мәжіліске бір орын беріп жатырған екен. Осы мүмкіндікті пайдалана тұра осыған өзімді ұсындым және осыған түстім, алды бәрінен өттім сәтті. Ендігі мақсатым халықтың алдынан өтейін деп бүкіл Маңғыстау ауылын аралап келе жатқан жайымыз бар. Халықтың арасын қазір бір жерге уақытта тығыз әртүрлі арамды тұлар жаңағыдай кедергілер болып жатыр. Ол кедергілерге қарамастан осы ауылды қалдырмайын деп көңіліне ертеңгі күні тағы ой мына бала кім болды, Жаңаөзеннен шыққан кім болыпты, ол біздің ауылға келмей кетіпті дейді ғой деген жаңағы бір адам көпшіліктің ішінде біреу айтады ғой. Сол себепті қалып қоймайын деп барлық жерді аралап жүрген жайым бар. Өзім 80 жылғымын, 6 балам бар, 2 немерем бар. Осы ұрпақтарыма, балашағыма, кейінгі ұрпаққа із қалдырайын. Кейінгі ұрпағымыздың қазіргі заманды 30 жылдан бері көріп отырсыздар. Нарыққа ойнап, біздің ұрпағымыздың жағдайы бұлыңғыр, өздеріңізге белгілі шығар. Бүкіл халық несиеде, кредитте еңсесі төмен түсіп кеткен қазақты көрем. Жаңағыда қайыр сұраған қазақты көрем. Үй сұраған үйсіз қазақты көрем. Интернет желіні ашып қарасаңыз, емдетуге балашағасын немесе тағы бір жолдасын әртүрлі жағдаймен қайыр сұрап жатқан қазақты көрем. Соның барлығы шымбайымызға батады ағайындар. Жанымызға ұртады. Ал бұндай мәселелерді біз қалай құтыламыз, қалай ары қарай алып бара аламыз деген міндет. Мына әрбір адам, әрбір Маңғыстау тұрғындары 30 жылдан бері мына сайлау десе теріс айналып кететін, қашатын деңгейге жеттік. Міне оның барлығы мына шірік жүйенің мына қазіргі өзінің әділ сайлау болмағандықтан, әділ сайлау өткен жоқ, оны білеміз. Барлығы ұрлық, сайлаудың барлығы ұрлықпен өтіп жатыр, оны жақсы білеміз. Сондықтан да менің өзім өздерің сияқты сенбей келе жатқан халық ретінде сенбейтін халықтың бірімін. Сол сайлау дегенге 30 жыл қатысқан жоқпын. Бірінші рет мынау халыққа деген мүмкіндікті беріп жатқасын жерде осыған өзімді жаңа ұсындым. Негізі мен Маңғыстау облысы мәслихат сайлауына ұсынып едім мен негізі арғыдай. Мына көпшіліктің айтуы бойынша, Маңғыстау облысы бойынша интернет желілерде өзіңізді көріп жүрміз. Билікке табандылап, осылай айтатыңызды білеміз. Сен мына және Қожық ағамыз бар, тағы басқа да ағаларымыз бар, айтып артымда еріп жүрген. Біз артыңда боламыз. Сіз өзің жаңа орта білімді жасқанбаңыз, ары қарай сіз мәжіліске барыңыз дегесін жерде мен өзім сол мәжіліске бұйырса ұсынып отырмын ағайындар. Мына өздеріңіздің қолдарыңызға көрсетілген мына нелерде менің бұрыннан да Жаңаөзен қаласында талаптарым қойылып жүрген, талап ашық алаңдарда емін-еркін сол талаптарды орындаталмай келе жатқан жайым бар. Бірақ билікке дейін барды көп талаптарым, көптеген талаптарым. Бірақ билік кері ол ары қарай жаңағы бір адамға барды ма, бармады ма ол белгісіз. Сондықтан да мен осы талаптарды халықтың мұқтажын егжей-тегжейлі билікке, парламентке жеткізсем бар екен деген жаңа немен мақсатпен түсіп жатқан жайым бар. Енді көп жерді аралап келе жатырмын.
көптеген халықтың айтуы, көптеген аналардың, әкелердің айтуы, бала шағасының жұмыссыздық мәселесі қазір өзекті мәселе. Жұмыссыздық мәселесі қалай құртамыз? Бала шағамыз жаңағыдай, үй жақында балам үйленіп еді, балам 4 баламен ажырасып кетті деген бір атана соғып жатты маған. Сонда жылап тұр, немеремді көре алмадым, үйде күнде кекілжім болды, балама ұрсады, сен жұмыс жасамайсың, ол таксист болады жаңағыдай. Азнаулы ақшасын табатын, машинасы бұзылып қалады. Сондай өздерінің уәждерін айтып жатыр қазір таңда. Оны айта берсе өздеріңіздің басыңызда өтіп жатыр. Тең бір өзіңнің де отбасында сондай жағдайлар өтіп жатыр. Сол мәселелерді қалай құртамыз енді? Қалай жоямыз жұмыссыздық мәселесін? Ары қарай бұларды шегелеп келгенде заңға барып тіреледі. Ал бүкіл заңнаманың барлығы, бүкіл заңнама, қай заңды? Антикордың заңын, антимонополияның заңын, соттың заңын барлығын ашып кетсеңіз, заңнаманың барлығы бір адамға ғана бағыныштыға қойылған. Сол бір адамға бағынышты деген заңды алмасақ, біздер ешқандай да түзелмейміз. Ешқандай да түзелмейміз. Ал ол заңды алу үшін сіздер мен біздердің билікпен халықтың қарым-қатынасын біз нығайтуымыз керек, араластыруымыз керек. Сонда ғана біз өзгеріс жасаймыз деп айта аламын, сонда ғана өзгеріс болады. Ал мына жүрсімізде құрсыншы деп жүре берсек, қазір сайлау біз құрсыншы деп кетсек, сенбейміз деп, осы бір мандатын беріп отқанды, бұлай қолымызды бір сілтеп баяғы үйге түссек те, бұл сайлау өтеді, біз сізақта таң атқан. Бұл сайлау өтеді, сол баяғы өзінің жаңағы ағайын тума, жиен тумаласын тығады, сол баяғы жалғаса береді. Одан өзгеріс жасай алмаймыз. Мына сайлауда біздер әділ сайлау дауысымызды бере тұра, егер жаңағы ұрлық болып жатса, бұл жерде опять баяғы 30 жылдан бері қорданып келе жатқан тек билік маскасын аша қоямыз. Мен сол күйімде қалам баяғы өздеріңіздің араңызда, сол баяғы мұнайшы болып өзімнің жұмысыма қайта ораламын. Міне көріп отырсыздар, 30 жылдан бері конституциямыз бар, тым жақсы 93 жылғы. Ал оны 30 жылдан бері қазіргі отырған парламенттегілер не істеді? 30 жылдан бері мен кеше айтып жүрсем, бір жерлерге барып 18 рет өзгертілген. Ол олай емес екен. Кеше юристтермен, заңгерлерден сұрасам, 30 жыл емес, ол 101 рет өзгертілген дейді. Ал оның ар жағын әлі білмеймін, оның ар жағын қарау керек, неше рет өзгертілген. Бұл масқара. Бұл дегеніміз конституция заңымыз былай қарап отырса, черновик болып қалған. Как черновик бұл. Бұл халыққа деген заң жоқ бұның ішінде. Менің өзім тәуелсіздік алаңдарға шығып, халықтың мұқтажын айтып, су мәселесі бар, әртүрлі мәселелерді қозғап, жаңағы кредиттік амнистия деп өзім талап етіп, жаңағы жұмыссыздық мәселесі деп талап етіп жүргенімде, жаңағы саяси тұтқындарды босатыңыз деп, бізде Жаңаөзен қаласында Ержан Елшібаев деген бауырымыз болды. 2019 жылғы жастар жылы Назарбаевтың жолдауы, сол жылы жастарды өзінің артына ертіп 300 баланы жұмыссыздықта жоямын деп жүрген бала заңсыз нақақтан-нақақ қазір 8 жылда түрмеде жүріп жатыр. Ол бала қылмыскер емес, менде дәлелдер бар, нақты дәлелдер бар. Егер әділ сайлау болатын болса, халық соған еретін болса, мен де әділ оның жаңағы ақтап алатын, кәдімгі өз потерпевшінің өзінің де тілхаттары бар, өзінің жаңағы сотта сөйлеген сөздері де бар, оның барлығы. Оны ақтап алуға болады, просто көріп отырсыздар ғой, жаяудың үні шықпас, жалғыздың үні шықпас деген жалғыз адамдарымыз осылай, жаңа елді қосам, елді біріктірем деген азаматтарымыз түрмеде жатыр, жартысы өліп жатыр. Ал бірімізді бір әр қазақ менің жалғызым деп, мың қазақ бір қазақ үшін ұмытылмасақ, ермесек, онда осылай ұрпағымыз бұлыңғыр күйде қала береді, жұмыссыздық күйде осылай қала береді ағайындар. Менің айтайын дегенім осы, қысқадан нұсқа, бірлік керек, бірлік бар же тірлік бар, ерге жұмыс, елге қалыпты тұрмыс болу үшін сіз бен біз бірлікті түрде жұмыс жасауымыз керек. Жұмыссыздық мәселесі деп кешемін Ақтау қаласында, Жаңаөзен қаласында жер-жерде құрылыс компаниялары өздерінің зәулім үйлерін, сарайларын салып жатыр. Оның арасында да мен араласқанмын, қарағанмын, көбі шетел азаматтары, Өзбекстан, Қазақстан азаматтары, азаматтығы жоқ азаматтар жұмыс жасап жатыр. Себебі олар арзан қолға жұмыс жасайды. Біздің жергілікті азаматтарымызға, жастарымызға 100 мың теңге көлемінде ол ақша мардымсыз көрініп тұр. Оған жұмыс жасағаннан белін ауыртқысы келмейді жастарымыз. Сол себепті соның барлығын бұрынғы
құрылыс алпауыт мекемелер болды, Ақтау қаласында да, Жаңаөзен қаласында да. Соларды неге ашық акционерлер қоғамы қылып, заңдастырып, қайтадан сол мекемені жаңа мемлекетке сол жекешелендіріп кеткен тұлғалардың барлығы мемлекетке қайтарылмасқа? Неге сонда ар жағында кім ұстап тұр? Заңға қалай деп заңгерлерден сұрастырып, біз бұл соның барлығы хат жазып билікке, парламентке хат жазып, Маңғыстау ауданының тұрғындарын, облыстың тұрғындарын біріктіріп, хат жазып, сол жұмыссыздықты жоймасқа. Соны болады ғой деп ойлаймын. Себебі осы ел болғалы бері, ел болғалы, оның алдында Союздың кезінде солай үкіметке қарап тұрғанда жұмыссыздық деген біздерде онда көзі жоқ еді. Барлығы жұмыс, кімде-кім 3 күн үйінде жұмыс жатса, соған жаңағыда әкімшілік құқық бұзушылық жаңағы штрафтарын салып, өздерінің айыппұлдарын салып, сөйтіп солай заң шығарып қойған еді. Дәл сол заңды қазір әкелсе жастарымыз жұмысты болар еді, жұмыссыз жастар болмас еді. Қазір айтып жатыр жан-жақта, жоқ, сен мұны дұрыс емес дейді маған біреулер. Өзіміздің жастарымыз еріншек, істеймін дегенге жұмыс көп. Жоқ, олай емес, жастарымыз еріншек емес. Жастарымызды кім еріншек қылған? Жастарымызды осындай қоғам, жетіспеушілік қоғам еріншек қылып алып келді. 18 жасқа толған бала жұмысқа оқу бітіріп келген бала. Ол бала жұмыс іздеп 10 жыл жатып қалады, 25 жыл, 30 жыл жұмыс күтіп жатып қалады трудоустройствода. 30 жыл жатып қалған бала, ол бала жатақ болып өседі өзі. Ол бала жатақ болып өседі. Ал 18 жастан жастарымызды жұмыспен баулысақ, ол бала ары қарай алып кетеді жұмыссызды. Ол бала 18 жастан жұмысқа кірісіп кеткен бала жастайынан, ол жұмысты ары қарай алып кетеді деген үміттеміз ағайындар. Осы несие мәселесіне келіп жатсақ, бірінші сенің талабың дейді, Мұрат дейді, неге несие дейді, әркімнің өзінің несі ғой дейді. Маған бір сұрақ қояды, кеше бір ауылға барсам, Мұрат, ол сенің бірінші неге қойғанын келіспейді дейді. Жоқ бауырым дейді, несиені деген, мен несиемді кешірмей қойсын, менде несиеде жоқ. Сендер қараңыз, әуел халықтың қазір әрбір қазақ халқының мұңайып жүргенін көресің. Әрбір жерде еңсесі түскен қазақты көресің. Әрқайсының миында кредит айдан айға жетіп, қалай мен жабам деп жүрген бір таксисті көресің. Қазақ қалай жабам деп жүрген. Ол бізде ең көп, біздер мына жетіскен байлығы көп мемлекеттердің қатарында жатамыз біздер санатында. Біздің байлығымыз Аллаға шүкір, сол байлығымызды пайдалана алмай отырмыз. Мына жетіскен мемлекеттер байлығы жоқ, Европа мемлекеттерінің өзі акция бір реттікі жаңағыдай несиеге амнистия жариялап отыр мысалға. Европольшалардың өзі мысалға бізден кейінгі төмен мемлекет еді уақытында. 20 жылдың ішінде Европаға қосылды, қандай мемлекет болды қарап отырсаңыз. Үлкен алпауыт мемлекет болды. Өзінің халқына жағдай жасап, бір реттік несиелік амнистиясын жариялап, солай жасап отыр. Біздің жоқ, ол деген мәстікке алады. Біздің халық мәстікке алмайды, әртүрлі жағдайға. Бізде қалай оқу орындарының бәрі ақылы, төлейміз, ақысы, оның жатақханасы бар, ақылы барлығы. Жұмысқа кіру үшін пара, жұмыс табу тапшы қарап отыр. Әртүрлі жағдаймен бізді алады. Немесе жаңағыдай көріп жатсыздар, әрбір науқастар шетелге кетіп, бізде маманда тапшы емдікке. Әртүрлі деңгейде науқастарымыз бар. Турцияға барып, әртүрлі кішкентай өзбек дейміз, Ташкентке барып, сол жерге барып емделіп жатады, қарызға, кредитке ақша қарап отырсыздар. Соның барлығын неге біздің мемлекетіміз сондайға қаржы бөлмеске, үйт құсқа мысыққа бөлгеннен адамға деген сондай нелерге заңдарды заңдастырмасқа бізге. Өзім ағайындар орта біліммен айта кетейін. Білім орта білім. Өзіңіздер сияқты мұнайшымын, қарапайым жұмысшымын. Ал бірақ мен қазақтың мұңайып жүргенін көрсем, қазақтың қайыр сұрап жүргенін көрсем, жүрегім ауырады. Мен қазір жасым 43-те, бірақ алатын көрсем әлі шаштары қапқа, мен жасым аппақ ағарып кеткен. Себебі мен сера мұнайда жұтып жатырмын. Жаман ауа. Біздің ауамыздың ластануын өз көріп отырсыздар. Міне бүгінгі ауа райы да өздеріңіз айтып жатыр. Коэффициент, районный коэффициент деген уақытында эстрдің кезінде болдық қой, егеменділік ел алдық. Міне қайда кетіп жатыр ол ақша? Неге оны алып тастады оны? Көріп отырсыздар ғой. Біздің әрбір у жұтып жатқан әрбір қазаққа төленуі керек негізінде заң түрінде. Уақытында болды ғой орыс түрінде. Неге енді егеменді ел болдық? Біз жаңа бөлініп шықтық, тәуелсіздігімді алдық деген кезде біз баюдың орнына неге кері кетіп бара жатырмыз?
міне осы біздің қорсыныш дегенімізден ауыз бірімізді былай балағаттаймыз шақтарда отырып, анау партия, мына партия, анау ананың адамы, мынаның адамы дегенше біз бірігуіміз керек ағайындар. Бүкіл Маңғыстаудың аузын бірігіп бір чатқа келіп, давай осындай не болып жатыр деп жаңа жазып, кеше Ақшоқырға бардым, өзінің мынандай хаттамаларымен әдемі мыңдаған қолдарын жинап маған берді. Мынау міне, көріп отырсыздар ма? Мен де ертең мысалға барғанда мен оп тұрам да олай да қылам, былай да қылам деп айта алмаймын. Жаңа айтып отырмын ғой, жалғыздың ана жерде үні шықпайды бәрібір. Жаяудың шаңы шықпас, жалғыз үні шықпас деген жаңа. Мен де барғанда ол жерде ештеңе жасай алмаймын. Ештеңе шеше алмаймын. Ал оны қалай шешеміз? Менің бір ойым бар. Қазақстан Республикасына жаңа бір мандаттық берілген, жаңа халықтың арасынан шығатын болса, шынайы оппозициялардан, шынайы елім деген азаматтар шығатын болса, сол ана ертең барып сайлау бітеді ғой бар. Барлаған кезде Қазақстан бойынша 30 орын бар екен, бір мандаттыққа беріліп отқан. Солар егер әділ сайлау өтіп, сол халық бір парламентте кездесіп, олармен бір жұдырық болып халыққа жұмыс жасаймыз деп ана жерде барып ауыз біріктіре алсақ, сонда ғана біздер парламентте 30 адам, олар 70 болса, біз 30 бәрібір азбыз, жетпейміз. Бірақ заңдарды өзгертуге тесіп отыруға осы 30 адамның бізге ықпалы тиеді деп ойдамы тиеді деген. Ал бірақ менің олар сатылып кетіп, мысалы, мен жалғыз өзім қалып қойсам ол жерде, онда мен шешеді деп айтамын. Қай депутаттар шеше алмайды ол жерде. Оны шеше мен бары өйтем деген бәрі далбаса ол жердегі. Менің бір ойым осы мақсатым. Барсам екен ана жерде халықтың біріктіріп парламенттің ішіндегі осы халықтың шыққандарды аузын біріктіріп, бірге ақылдасып отырып, кеңсеге бөлек шығып, аналардың бөлек шығып, сол ақылдасып кеңесіп, халықтың мұң-мұқтажын орындатылсақ жақсы болар еді. Көбіне заңнамаларды өзгеріс жасауымыз керек. Кеше Қазақстан Республикасы Конституциясына жазылған 32-ші бапта көрсетілген. Соған сүйене отыра мен көптеген наразылық пикеттерге шықтым Жаңаөзен қаласында. Интернет желілерінде бар. Ал мен сол заңды айтсам, мен қамайды. Апарып 25 тәулік портта 3 рет жаттым, Ақтауда 3 рет жаттым. Қысқасы айтқанда, бір жылдың ішінде 6-7 рет қамалдым мен. Неге деймді? Ана тым жақсы заң бар ғой, мен соған сүйене отыра шықтым ғой. Әрбір Қазақстан азаматы ашық алаңдарға, пикеттерге, демонстрацияларға өзінің наразылығын ашық айтып плакат ұстап шығуға құқылы, қарусыз, жаңағыдай қоғамға зиянсыз шығуға құқылы делінген ғой, құрметті судья десем, ол айтады, балам дұрыс айтасыз, бірақ оны мен емес, мен жоғарыдан дейді. Соттың айтуы. Дәл осылай қылып, мен өмірім өтіп жатыр. 2011 жыл Жаңаөзен Хандықараған өздеріңіз білесіздер. Ол жылы қаңтардың 2012 жыл қаңтардың 15-інде сайлауы, осылай мәслихат сайлауларында 2011 жылы Жетай алаңда тұрдым. Өзім депутаттың міндеттері не екен? Бірде-бір Жетайда депутат келген жоқ. Депутаттардың міндетін мен өзім түсіндірейін, соған қалай жүрсем. Өзім соған ұсындым. Жаңағы ол партиялардың арасынан болды. Ол кезде бір Нұр Отан ғой. Мен өзім ұсындым өзімді сол кезде. Осындым, осылай желтоқсан оқиғасы болды. Мен ол жерде әділдік қайда, заң қайда деп айқайладым әкімдерге. Жергілікті органдарға мен әділдік қайда, заң қайда, Жетай тұрған мұнайшыларды неге сіз шығарып жатсыз, күштеп былай деп қинап жатсың дегенде ешқайсысы маған жауап бере алған жоқ. Әділдік қайда, заң қайда дегенім үшін мына жерде Нағашыбай, Аралбай, Ақтау қаласында, Жұмағалиев, Мұратбай, тәуелсіздік алаңында әділдік қайда, заң қайда деп айқайлаған үшін 3 жыл бас бостандығынан айырылсын деп мен 3 жылға сотқа жіберген. 6 айдан кейін Назарбаевтың рақымшылығымен шығарсын деген. Ол сотқа да айтты, сіз қай заңға сүйеніп айтып отырсыз, маған тауып беріңізші, міне мына заңға сізге қарсы шығып отырсыз деп. Менің мандат қағазым бар депутаттыққа деген. Көріп отырсыз, масқара болды. 30 жылдан бері осындай заңсыздықтардың барлығын кім жасап кетті? Ана дұшпан біздің қазаққа келтіріп отыр. Дұшпан жасап кетті анау. Қарап отырсаңыздар. Соны біз қайтаруымыз керек. Соны сіз болып, біз болып, халық болып, ел болып осы болашағымызды, бұлыңғыр болашағымызды дұрыстасақ екен деймін ағалар. Басқа менің айтарым жоқ. Егер де артық сұрақтарыңыз болса, көкейдегі сұрақтар болса, айта отырсаңыз жақсы болар. Мен жауап берсем, сіз айтсаңыз жақсы болар еді. Сайландық дейік, депутат. Коррупциямен қалай көрсетесіңіз? Сон түбегейлі жоғалтса ел болмаймыз ғой.
коррупция деген менің заңнамаларымның барлығын ішіне шығарып бағдарламам бір-біріне байланысқан. Ішінде тұрған коррупция. Мен сізге бір коррупциямен күрескен жерде Жаңаөзен қаласында өздеріңіз білесіздер, қаңтар қырғынын Жаңаөзеннен басталды. Жаңаөзен газ елу деп басталды. Оның өзі бар коррупция. Мен қазір мына қаңтар оқиғасына байланысты ұйымдар бар ғой, өздері айналысып жатқан. Шешемізде ана жоғары жақта газ елу деп біз 5 жылдан бері айналысып келеміз Жаңаөзен қаласында. 20 шақты жігіт газбен айналысып келе жатқан. Осы мәселе бүкіл Қазақстан деңгейінде Жаңаөзеннен басталды. Жаңаөзеннен басталды, арты Жаңаөзенді қолдаймыз деп бүкіл облыс шыққанда барлығын атып, ар жақтан қырып салды барлығын. Ал қазіргі мына соның барлығын қаңтар оқиғасын ашамыз деп саяси ұйымдар ар жақтан жоғарыда жүр. Мен оларға айттым, мен оларға. Сіз неге ана жақтан бастайсыңыз? Бүкіл ана саяси тұтқындардың барлығын қаңтарға қатысты босатылу керек түгел. Сіз бастайсыңыз ба? Спичка қай жерден жанды? Қаңтар оқиға спичка қай жерден жанды? Жаңаөзеннен жанды ғой. Жаңаөзеннен басталды ғой. Жаңаөзенге келіңіз бірінші. Қай жерден басталды мына қаңтар қырғыны? Жаңаөзенге келіңіз. Айтыңыз не болды біздерге? Біздер жауап береміз ғой. Газ елу деп неге шықтық? Неге халық көтеріліп кетті? Бізді қолдап. Газдың үстінде коррупция жатыр үлкен. Біздер Серік Тұрмов ағамыздың кезінде дөңгелек столға меморандумға қол қойып сол жерде келіскенбіз. 52-ден көтермеймін деп. Бұлар көтеріп жіберді. Себебі қалтаға түсті. Бізде былай завод, түбімізде завод бар, газ завод. Содан 7 теңгеден алады екен. Біздер ойлап келді, кәсіпкер алады ғой деп анадан. Жоқ, кәсіпкер алмайды екен оны. Бұлай оның арты. Завод өздері игерген газын бұл кәсіпкерге сатады екен. Бұл ағамыз жаңағы 7 теңгеден алып 15 теңгеден бұл кәсіпкерге сатады екен. Келесі кәсіпкерге. Бұл кәсіпкер алып тұр, ары кәсіпкерге сатады екен. Бір-бірінен 7 делдал бар ортада. 7 делдал 80 миллион теңгеден үйлерінде жатып бір кәмпет. Құтты қандай қыздар тұрып отыр. Ай қарындасым тұрыш десең, тұрады. Сіз кімсің? Мен пәлен кәсіпкермін дейді. Ипім бар дейді. Болды. Сіз қаяқтан аласыз? Мен мынадан аламын пәлен теңге 25-тен. Өзім жаңа 7 теңгеден құралады да кәсіпкердің қолына 45-тен сатады. 45-тен барады кәсіпкерге. 45-тен аламыз дейді. Біз ойлап жүрдік қой кәсіпкерлерді орысып кәдімгідей. Сен басың жасайма 7 теңгеден жоқ дейді ағасы түсінбейді. Біздер 5 теңге қойған бізге қанағат дейді олар. 5 теңге қойған өзінде оларға қырған ақша екен қарап отырса. Міне коррупция дегеніміз ана сіздің әрбір неңіз ана мен жазған немде барлығы коррупцияға қатысты әңгіме. Коррупцияға қатысты барлығы түгел. Күн демалысқа келіп тұр. Кеше мына Абай деген азамат қаңтарда бірге жүрдік осы ауылдың несінде. Сосын кеше мына шаттағы айтқасын ауылдың азаматтары келіп отыр. Енді мына көз жанарыңда аздап болмағанмен нең бар екен. Өзіне міне айтып отыр. Адамның көзінде от болу керек. Бірдеме жұмыс жасау үшін да. Мен де мынжеге келгеннен кейін көзқарасым өзгерді кішкене. Айтайын, өзіне міне. Енді мынандай сұрақ бар. Мына жерде 30 жыл сайлауға барғанда бар, бармағанда бар. Кімге дауыс берсең де, о жағын қозғамай қойын. Енді кеше бір облыс әкіміне бардың. Адамдармен кездесіп, сөзде сөйлегенде бір көріп қалдым. Сен Тоқаев бірдеңе айтып жатыр екенсің. Енді бұл ауылда жүрсің. Енді сен орта білім деп жатсың. Ол әңгіме орта білім емес. Баяғы аталарымыз 7-ші класс, 4-ші класс бітіріп те ел басқарды. Әңгіме сода. Көзінің оты болу керек. Жаңағы әлсіреп сөзін әрең шығарып тұрған адам одан ештеңе де шықпайды. Аттарын атамай қойын, азаматтар талай өз жерге келіп аузымызды арсиып кеткен. Біз қазақ бәріне көніп жатырмыз ғой. Сондықтан енді мына жерде сайрап тұрсың, әңгімем жоқ. Ертең ана жерге барасың. Дұрыс па? Ол жерде небір қасқырлар бар. Бір сөзбен айтқанда. Сен әлі ол жерге барған жоқсың. Мен айтып отқаным. Ол жерге барасың. Сені екі сөзбен орныңа қойып тастауы да мүмкін. Небір нелер бар. Білім жағынан да, басқа жағынан да. Мен орта білімім бар, оған нетпе деп отқан себебім. Сен алдындағыда емес, кішкене бұрында көргенмін.
ысылған екенсің кішкене енді мына сөзің бәрі жақсы ол жерге барып ертең заңды оқырсың қарарсың адамдарың болады юристтерің болады мына халыққа деп енді мына сөзіңнен адам біз енді халықтың несі қазір айтсақ мына жерде сайрайды да ана жерге барғанда үні шықпай қалады түсініп отырсыз ба иә мына уәдең бар или болмаса өзенге келесің де кетіп қаласың осындай сені қолдаған сайын ауылына келе алмай қаласың да сондықтан кругозорың кең болып ертеңгі күні сайланып жатсаң осындай жерге келуің керек қай ауылға да ерінбей баруың керек сен үйіңде бір күн демалып кеткеннен мысалы сен сол жақта тұрсаң осы жерлерді аралауың керек ол біріншіден сосын енді жаңа айтып отырсың ғой қаңтардың несі деп бұл енді үкіметке жеңіл тимейді үкімет ол жағынан жеңіл берілмейді егер оны жеңіліп ертең ойпырмай мынандай адамдар келіп жатыр екен біз мынаны босатайық деп те айтпайды саған өйтетін болса бүкіл халыққа ол кім болады үкімет болмайды ғой сондықтан халық дұрыс айтасың міне біз ауылда бір азғантай азаматтар еңбек етіп жүр біз халық болмаса біз ешкім емеспіз да халық қолдаса бәрі болады акиматта міндет қазір сөз жүріп тұр аудан әкімі де облыс әкіміне де бізде айтып жатырмыз жайлап енді хат айтып жатырмыз ауылдың ішінде аудан әкімі де бізбен ауылдың әкімі де ақылдасады сондықтан артыңда халық тұру керек соны дұрыс түсініп отыр екенсің енді ертеңгі күні мына айтып отырмық қой біздің апатымыз Қошқарата мен Каспий мына жерде біздің ауыл қазір мына маяктың жағдайын бір біліп отырсың мүшкіл жағдайда да осы күнге дейін мына ақшасын тауып кетті білетін шығарсың енді көп затты біліп отырсың ғой маяк бізге суды былтыр зорға деп бірдеме қылып депутат салып сұрап азғантай сумен келдік биыл су бермейді енді мына аура деген ашылып жатыр ауылымызда сен курсқа қойып кетейін құдық қазып бір азаматтар жұмыс жасап жатыр су береміз деп бұның құдықтың бәрі су келіп тұрған теңіздің суы да общий түсінік болып айтып кетсін деп жатыр теңіз суы тартылса құдықтың суы азаяды фильтровать етіп топырақпен келіп тұр да ертеңгі күні азайып кетуі мүмкін мына Каспиймен жұмыс жасау керек мен айтып отқан ұсынысым Каспий тартылып жатыр Каспий суды қайдан құйып тұрғанын бәрін білесің осыны ұмытпау керек сосын мына Қошқарата бірінші бөлінген ақшасы қанша екенін білмеймін соңғы бөлінген 11 миллиард деді 20 ақша бөлінген бұны контролға алу керек бұны қалтаға салып отыр да мен тоғада бір ауылдың ардагерлерінің несінен азамат атың бет сайынның замы сол бір-екі рет айтты балалар барып қарап келейік мен бір соққанда басында бір экскаваторды қойып қойған басқа ештеңе жоқ экскаватор емес не бульдозер жасап жатыр ма жасап жатыр дым жасалынбаған да бір азғантай бастағанда сол миллиардтар кетті түсінесіз ба ең бастапқы сол бізде су сосын мынандай экологический жағдайда түсінесіз ба енді ақ жол тағын тілейтін өз жағымнан айтып отқаным ақ жол жолың болсын ысылған екенсің көзіңнен от жанып тұр осыныңмен тайма халық келісер келіспес өз немді айтып отырмын басқа азаматтардың атын айтпай ақ қояйын жаңағы сөйлеп жүрген азаматтар бірге оқыған бір ауылда өскен азаматтарым бар кеше осы жерге де келіп кетті олар да енді делдалдар Маңғыстау жар суда да делдал бар Қазсушар түгел бәрі бір бухгалтермен отыр міне көрдің жаңа бір қыз отыр ма Маңғыстау жақта дәл сол азамат көзін жеткізіп өзі де көзі жетіп кетті министрлерді отырғанда айтты бір сымың жоқ бір столбың жоқ деп әдемі қылып содан кейін дым сөз қозғалмай қалды ал ертеңде сен сондай болып қалма барғанда барып айтасың содан кейін жоқ болып кетпе деген ғой сіздер ма соған айтты бір сым бір столбы жоқ мынаны жоқ қылу керек бұл жоқ қылу үшін заңды өзгерту керек түсінесіз бе оған сот та прокурор да көмектесе алмайды заңды өзгерту керек заңды өзгерту үшін қиын болады жаңағыдай ауызбіршілік болып жаңағы 30 депутат бола берсін 20 депутат болсын бірігу керек та ауызбіршілік мына Маңғыстаудың адамның ауызбіршілігі мықты сондықтан ауызбіршілік болып бірігіп жаңағыдай қай жерде кездессеңдер де осыны аяқтап осыны до конца бару керек барғанда лап етіп жанып сөніп қалмау керек түсіндің ба мына көзіңнің оты до конца жану керек мен айтатыным сол сен жұмыс жасай алмасын көрдік болды сен қатырдың деп айтуға болады 10% қол жинасаң алып алуға болады сол үшін Маңғыстау халқының өзі бір азаматтың жауап беріп жейінші жаңа айтып отырсыз ғой Қошқаратаны ұзадыңыз аты жөнім Дүйсенбай Бақтияр Аманқұлы ата әжем Жармыш ауылынікі өзім Жетеуайда туылдым ес білгелі
13-ші ауданда тұрып жатырмын да. Бұл пак айтуға болмайды. Сосын айтып өтейін, мен облыс мәслихат депутатының үміткермін да. Бұл кісі мәжіліс депутатының үміткер да. Бұл кісі міне бізде заңдарымыз бар. Жазып қояды заңдарымызға. Бұл затты Қазақстан Республикасының азаматы істеуге болады дейді да. Сосын екінші бетін жазып тұр. Мынандай пункттермен істеуге болмайды дейді. Сол заңға өзгеріс жасау үшін бұл кісі барады ертең. Ал жаңа сіз айтып отырсыз ғой, Қошқараттан айттыңыз, теңізді айттыңыз да. Соған арамызда депутаттарымыз қадейінде сол облыстың мәслихат депутаттары сіздердің проблеманы шешетін. Айтып отырсыз ғой Қошқараттаға. Неше жылдан бері уже, 20 жылдан асып кеткен шығар, мына ежегодно ақша бөлініп тұр. 11 миллиардтан бастады, даже одан 20 миллиард мүсін шығып кетті ежегодно. Ол коррупция. Міне осылай ғой, міне ақша бөлінеді. Мысалы, облыс мәслихатының депутатының жұмысын деп айтып кетеміз. Облысымызға 500 миллиард теңге бөлінік дейік те, соны мақұлдаған кезде мәслихат депутатының қолы керек болады. Сосын сол ақша қайда кетіп жатыр, қалай кетіп жатыр, не үшін кетіп жатыр, барлық есік ашық тұрады сол мәслихат депутатына. Егер де міне мысалы сендерге міне Сайын Шапағатта мәдениет үйі жоқ, мына жерде міне мәдениет үйі салынып жатыр. Осыған 2 миллиардтың үстіне теңге бөлінді. Кеше ана әкімнің өзі айтты, осы атын Сайран ба? Сайранның өзі айтты. Егер де сендер заинтересован болсаңдар, әкімге айтсаңдар, әкім мына неше теңге бөлінді деп айтпайтын болса, жаңа мәслихат депутаттарына сұрасыздар. Айтады, неше теңге қалай кетіп жатыр, қайда кетіп жатыр, соны білсеңдер, уже мына көркейіп бастайды өңірлер. Кеше бір жағдай болды. Өзенге 3 миллиард теңге бөлінген ковид кезінде ИВЛ аппараттарына. По факту бөлінді, бірақ үкіметке түскен жоқ. Оған жұмысшылар профсоюздің ақша шығарып берді. Не өзіміздің арамыздан осындай мәслихат депутаттарын шығарсақ, ертең 2024-тен бастап облыс мәслихаттары әкім тағайындайды облыстың әкімді. Сол кезде өзіміздің әкімдеріміз болады. Сосын облыс бойынша 2 адам сенат. Жоқ, әкімді ауылда халық сайлайды, мәслихат депутаттар облысына әкім сайлайды. Одобрение береді облысына әкімге. Сосын облыс мәслихатынан 2 адам сенатқа барады. Мына мәжіліс қой, үстіңгі палата сенат. Бұл заң шығарушы орган болса, сенат соны мақұлдайтын орган. Мынаны өткізбейміз. Сол әр жерге өзіміздің адамдарды кіргізсек, бізге бәрі жақсы болады да. Просто мына жақта қалыптасқан жүйеде біз қарапайым қазақ себепсіз қорқады да, такой степени қанымызға кіріп кеткен қорқады. Себепсіз қорқамыз. Түсінен бір отқа секіріп, өртеніп кетеміз, өзі қорқу болады, секіруге болмайды деп. Ал біз себепсіз қорқамыз да, бір любой бір звоноктардан қорқамыз да. Сол қорықпау керекпіз, белсенді болу керекпіз, атсалысу керекпіз, жастарды кемелеу керекпіз, қолынан іс келетін. Мен жалпы өзім 3-ші сайлау округында тіркелгенмін. 12, 13, 16, 17, 18 аудандардан мен сайлау өтсем де сол жақта сайлау учаскелерінде. Бірақ облыстық мәслихат депутатын любой осы проблемаларды мысалы шешіп соқсаңдар, ештеңе қалай өліп болады. Просто осы уақыттан кейін атасы отырды, немересі баласы отырды да, бәрін аттарыңызға боқтар болғасын тырп етпейді да, себебі оның үстінде қарап отқандар бар да, айтпайды да, ештеңе қайда өліп жатқан. Ал ол халық сұрамағасын, жыланбаған бала емшек жоқ дейді да, жауап тастай береді, тып-тыныш болады, бізде тып-тыныш отыра берейік дейді. Сол айтарым. Ақша бар, ақша біз бай мемлекетпіз. Осыған бір айтып жіберейінші. Кеше бұрын айтып жіберген, типа халықтың сондай, патшаның сондай болады дейді. Қазір ол не актуально. Себебі бұрынғы кезде біздің ата-бабаларымыз кезінде мына интернет дейтін жоқ қой, бірақ төмпешікте тұрды да, сол кезде сол ауылдың халық қандай, патша сондай болатын еді. Ака бізде халқымыз кім жақсы? Халықтан ниеттері жақсы да, үміттенген халықты үміттеніп тұр да. Қара, айтып берейін. Біз міне арамызда бар Қазақстан түпкір түркінде мощный жігіттер бар. Мына билікте ешбір проблема жоқ, кетіп соға. Мына көрші мемлекеттер араласып тұр бізге. Сол көрші мемлекеттер араласатын болғасын, олар кіре салмайды. Қазір ол не актуаль жаңа. Халық сондай болады дейтін. Халық қандай болса, президент сондай болады. Не пример айтайын. Мына Ататүрікті алайын. Түрікті қодырлап отыр да, Түркия мемлекеті. Ататүрік патриот болды. Ол елім жерінде өліп батыр, біздің биліктің басындағылар ондай адам жоқ. Елім жерінде тұрған жыртылды, оларда кезінде Ататүрік бас шақсып, өзіне пайда үшін коммунистерменде бір өзінің доляларын алып болды. Ал сосын бірақ оларға мен территориямды ал, мен майындал деген жоқ. Тек ескерткіш салып берді. Ескерткіш салып берді. Тек сендер көмектесіңдер, халық бюджетіне ескерткіш салып берді болды. А бірінші очередьте халық тұрды да. Ал ондай халықтың арасынан өзіміз шықпаса, ондай халықтың арасынан азаматтар шықпайды. Сол ғой, ана үстіңгілер тағайындайды, сол адамға қызмет етеді. Ал халық тағайындаса, ол адам халыққа қызмет етеді. Халап болу керек. Бұл мақалда айтқанда сіз арыз бересің.
талап ету керек. Түсіндің ба? Халқың қандай? Енді мандат жоқ болса халықтың арасынан шығады. Жас тыңда мені, әгөр тыңдап алшы, жасың жоқ. Халқың қандай болса деген, халқың сен жуасып сөйтіп мағынасын түсінуің керек әгөр. Жассың ғой, тыңда. Жоқ, мені күлмесін. Әгөр халық талап етіп білу керек та, түсіндің ба? Қандай қылып талап етсең сондай болады. Үндемей отырсаң отыра бересің. Өзің айтып тұрсың, өз сөзіңе қарсы. Жоқ, мен жаңа мандат жоқ, мандат жоқ, қалай кіреміз мысалы? Халықтан ең шығып жатыр, бізде мандат жоқ. Мандатпен кіресің ба, басқаша кіресің ба? Менің айтып отқан талап ету керек деп тұрмын халық. Кеше кім не болды бауырлар ағайындар? Кеше көріп отырсыздар ғой мына Грузия мемлекеті. Қандай Грузия? Шықты. Көрді ғой, сумен өтті, әртүрлі қысым көрсетті, бірақ халық жетегені жеткізді, көрдің ба? Бұның барлығы ауызбіршілікті арқасында халықтың, көрдің? Мықты кәдімгі. Ал неге біз қазақ халық мықты бола алмаймыз? Biz bir tınday almayız. Uruşulduk basın bizde, uruşulduk. Bölünüp ketemiz. Ол да бар шығар, бірақ Uruşulduk var. сондайға үйретіп кеткен Саакашвили. Еңбегі өте Zor, дұрыс айтасыз, дұрыс. Бірақ сайлаудан кейінгі мәселені айтып жатыр, бірақ мен арада сайлауға кейінгі мәселе қозғап тұрмын. Себебін айтайын. Мысалға сіз өзіңіз жаңа айтып кеттіңіз, әділ сайлау жоқ бізде. Міне, енді тыңдаңыз. Мен сізге мәжіліске пример айтып жатырмын. Мен сізге міне галочка қойдым. А осыны қалай контролировать етуге болады мен бергенім жөнінде. Мысалға сіздің штабтың адамдары бола ма? Есік алды мына жігіт айтып отыр 17-ші участок. Мен пропискам қалада. Пропискам қалада. Мен ертең учаскеге барып мына жігітке мысалы сайлауға беремін. Осыны кісінің адамдары бар, мысалы дополнительный мысалға соның сыртынан не қойып тұрады. Сондай адам табу керек деп ойлаймын. Осыны қою керек. Себебі біздерде қандай жүйе болсын, мен қорықпаймын айтудан. Қандай не болсын. Міне келдім сайлауға, мысалы мен Мұратбай саған бердім ба, бірақ протоколмен дайын келіп тұрады басқа адамның несі. Оны біліп тұрған шығарсың. Мен конкретно айта аламын оны. Сол протоколды түзету үшін біздер мына Мәкең дұрыс айтып кетті. Өте дұрыс. Халықпен санаспай, халық болмай. Даже сіз нарада Құдай бұйыртып депутат болып кеттіңіз. Құдай бұйыртып депутат болмай қалған жағдайда да осы мәселені тастамаудың амалын ойлау керек. Жаңа өзіңіз айтып отырсыз, одномандатный 10% население. Мысалға кепіл жоқ, ертең өтіп кетеді. Пример айтып жатырмын мен просто. Тағы бір өтіп кетсін. Мына мысалға Сәкен өтіп кетсін. Депутатқа өтіп кетті ма? 10%. Жұмыс уәдесін берді ма? Уәде қазір депутаттар уәде беру ғой тек қана. Ар жағында шикіліктің бәрі көрініп тұрады. Бітіп жатқан шаруа жоқ. Оны жасыратын 30 жылдан бері жатқан сол. Союздың кезінде өмір сүрген біздер Союздың кезінде біз қалай болғанын білеміз прекрасно мысалға да. Жаңа колхоздандыру бірдеме дегендердің бәрі. Сол халықты біріктірмей біздерде ешқандай не болмайды. Мына Мәкең өте дұрыс айтып кетті. Халықпен санасу керек. Мысалға өтіп кеткен депутатымыз, скажем, біздің айтқан уәдеміз орындамай, сайынға келмей, өзенге келмей, не болмай, республикада отыра бер, анда-санда каникулында келіп, өзінің туған еліне келіп, бір-екі кездесуін өткізіп кетіп қалып нетіп жататын болса, мысалға, уәде берілді, бірақ жасалған жоқ. Сол кезде халық келіп 10%-ті жинап жіберіп, неге мына Мұратбайды қоймаймыз деп, мысалға деймін да. Вот соған біріктіру керек халықты. Бұл арада жаңа, ойбай сен оппозиционер бол, сен мына халық шіріген жүйе соған қарсы шық деген ешкім шықпайды қазір. Оны біліп отқан шығар, мына жігіт өте дұрыс айтып кетті. Халық қазір іштей қорқақ. Иә, мүмкін мысалға сіздің қазір айтып отырсыңыз, мен неше рет жабылдым деп отырсыз, 6 рет жабылды деп отырсыз, бір жылда да. Міне мен қазір сізден пример аламын да, мен айтсам қазір 6 жыл, осы жылдың ішінде мен де 1 рет жауып тастаса маған сол достаточно деп ар жағында қорқам, үрей болады да. Сол себептен иә, бұл арада халық бірігіп несінің бәрін өзінің ультиматумын айтып отырса, сендер соны депутат болма жеткізіп отырсаң, мысалға деймін да, ар жағында біріктіре беру керек. Халық тоқтап, мен депутат болмай қалдым деп қолын сілтеп кетіп қалудың да керегі жоқ. Түсініп отырсыз ғой? Мына жігітке мен риза болып отырмын. Мысалға жаңа ненің несін 2008 жылы қошқараны көмген кезде солар объемнамыз деп біз өзіміз жүргенбіз 2008 жылы. Ол кезде 2 миллиард болды бағасы, стартовый бағасы. Қазір 15 жыл болды, 27-21 миллиард деп отыр. 21 миллиардымыз 27 миллиард ақша бөлініп жатқан. Сол, оны мысалға біздің неде жоғарыдағыдай бір Маңғыстауды 2-3 адам бөліп алған. Сол, міне сіз біліп тұрған шығарсыз. Қазір ана жерде көметтеп басталды ма, Көкпартта карьера сатып алды, бірақ мен өтірік айтсам нетерсіңдер? Көкпартта сатып алды мысалға. Вот сондай нелердің бәрі мәселен халық көтермесе, міне жағажайдың бәріне парк егейік дейміз, экология байланысты осы ауылдың бәрі бір жер таба алмаймыз, 20 гектар жер.
Себебі байлардың бәрі алып алған жерді. Соны қайтарып, жер аманаты келді, ойбай қайтарамыз деді. Қайсы қайтарған? Айдалада таудың арасында жерді қайтарады. Бізге ол жер керек емес. Біз анаяққа бар 20 гектар жерді Телманға парк керек еді деп іздемейміз ғой таудың арасынан. Вот сондай мәселелер. Даже сіз депутат болмаған жағдайда да осы вопростарды көтеру. Егер де сіз, мысалы, сіз айтып отырсыз, міне өте дұрыс айттыңыз, мен барғанда да ештеңе шеше алмаймын дедіңіз. Депутаттың көбі мен шешемін деп барады. Оны шеше алмайды ешкім. Иә, потому что айтып отырмын, жоғарыдағы жүйе, мына Макен дұрыс айтып кетті. Оларда да қасқырлар отыр, оларда да артықлар отыр. Сіздің сөзіңізді 100 сөзбен қайтарып, дәлелсіз сөзбен қайтарып. Сол себептен халық болды. Сол себептен жаңағы менің нем осыған жауап берсеңіз, бізге осыған қандай вариант бар? Байқаушылар туралы. Байқаушылар Байқаушыға енді қазір біздердің мына осы мына Ақтау қаласында біздің офисіміз бар. Сол жерге мына неден өтесіз, мына памятник салынды ғой кеше, мына Шотан Батырдың содан мына бағдаршамнан бұрылған жерде Қазмұнайгаз заправкасы бар, бұрылғанда Қазақ ойылдың заправкасы. Сол жерден, сол түбінде біздің қазір офисіміз бар, өзіміздің штаб. Сол жерде ашылған қазір. Бір аяғы Алмагүл деген здание. Сол жерге барып, сол жерден барып, сол жерде біздің нелеріміз бар, өз сенімді өкілдері бар. Жаңағы сайлау жөнінде оқытатын нелері бар. Мен міне сайлауға бірінші рет, бұрын сайлауға қатысып айтып отырмын ғой, бірінші рет мынаны өзім жасап отқан. Біздің өзіміз жаңағы оқытып жатқан адамдарымыз бар, міне Мәкең бар, мына ағамыз міне ол жерде отырады қазір. Сол жерде. Иә, айт сізге жалпы жаңағы сайлау жөнінде байқау жөнінде. Ассалаумағалейкум жерлестер. Бүгін барлық осы сайлауымыз біздің өмірде неше 70 жылда, 100 жылда бір рет осындай үлкен бізге мүмкіндік беріп тұр. Шынын айтқанда 30 жылдан кейінгі мынау ең бір мүмкіндігіміз. Осы сайлаудың ерекшелігі өзгеше, жаңа мырза айтып өздерің біліп отырсыңдар ғой енді. Ұсынып жатыр, әртүрлі халықтың арасында шығып жатыр. Қазір біздің мына Алмагүл бизнес орталығында екінші этажда екі бөлмеміз бар. Мен сол штабтың төрағасын, атым Мақсат, фамилиям Тасбаев. Осы бұрынғы ненің уақытында да осы уақытқа дейін мына болып жатқан сайлаудың бәріне өзім қатысып жүрдім мен. Мына тап белсенді болып, қатты үлкен не болмағанмен де осы мына депутаттардың өкілі болмаса жаңа әртүрлі істерін істеп келдім. Қазіргі таңда барлық нелерді қазір бұрында бақылаушы дейді, қазір байқаушы деп атап жатыр қазір да. Енді байқаушы менен сенімді өкілдің екеуінің өзінің ерекшеліктері бар. Бұрында бақылаушыны облыс акиматта бір отдел болып, мынау әртүрлі қоғамдық ұйымдардан адамдарды акиматтан келген представительмен оқытып, қолына мандат беретін еді. Қазір енді ондай қоғамдық ұйымдар біздерде жоқ. Одан алылмай отырмыз. Кеше жаңағы міндеттенген береміз деген байқаушыға мандат береміз деген қоғамдық ұйымдардың бәрі отказ берді. Басқалар алып жатқан шығар, партия емеспіз. Партия дейтін өзінің есімімен партияның атынан келіп өздерінің мандаттары болады. А мынау Ажаржайлыға бізге мандат таба алмай отырмыз. Тек қана мына үміткердің Жұмағалиевтің атынан келген адамдардың барлығы бұларды оқытамыз. Бұлар сенімді өкілі болып, қағазын тапсырып, чек арқылы тікелей өкілі болып келеді. Сенімді өкілмен бақылаушы дегеннің екеуінің өзгешелігі, сенімді өкілі бақылаушыдан өзгешелік. Неге десе, оның әр заттың, әр маман болса, не болса, өзінің міндеті, құқықтары бар да. Сенімді өкіл дейтін ертең санап атқан уақытта сенімді өкіл, тікелей өкілі ана тұрған, жиналған, мысалы Жұмағалиевтікі, анау кім Еділдікі, әрқайсысынан бір-бірден алып қарауға құқысы бар, тексеруге құқысы бар. Ал бақылаушы деген тек қана жерде отырып бақылайды, болды. Оған ана жерге араласа алмайды да. Сол заман. Иә, сол заман. Қазір сенімді өкіл енді ана жерге байқаушы болып қатты, бірақ ең соңында жаңа мына бәрі есептеп болып, бүткіл бюллетеннің бәрін шығарып болғаннан кейін, содан кейін барып ана алады да оны қарай алады. Біздерге өкінішке орай қазір енді
кешегі мына 84 қала бойынша 84 облыс бойынша әр райондардың бәрін қосқанда бәрі есебі шығып тұр. Райондар өз нелерін алып жатыр. Мына бізге келіп оқып әртүрлі жаңағы мандаттарын беруге дайынбыз, бірақ әлі жетіспей жатыр да. Біз мына месторождениеге барайын десек, ол жаққа еш соғып тұтап отыр. Нағыз керек біз мына жұмыстағы үлкен жұмыстың шоғырланған, адамдардың шоғырланған жерінде біз мұрнымыз тығылмай жатыр. Неге десең, ана басқа нелер өкілдерімен барып отыр, бізге достық жоқ та. Жетібайдың Ералы, мені мына Қаламқас Қаржанбасқа вообще еш соғып тұтады қазір. Иә. Болғанмен де ол сайлаудың өзінің заңды, өзінің жаңағы несі бар, жаңағы заңы бар. Бұның ба? Сол заңға бағын боясы шынын айтқанда. Енді біздің басқа халықтың арасында шығатын адамдар керек болып тұр қазір. Біздер келіп жатыр, КМБ-дан, прокуратурадан, бұрында органда істеген адамдар, анау Марпорттағы бір мекемеде 4-5 адам келіп отыр. Ана компьютерден қарасақ, я болмаса бұрынғы милиция, я болмаса тағы бір демен өкілдері де. Органның адамы ертең күні біздің сіздердің орындарыңды бақылаушы болып, ертең күні айқай шығарса, ана өкілі неге не болады? Содан қиналып отырмыз. Бізге адам керек, біздің сіздер өздерінің көмектерің керек та, халықтың көмегі керек та. Не деймін, араласады, емейді, мына бақылаушы еш жоқ, иә. Қоймаған шығарым деп ойлаймын. Мен қойып отқан сұрағым, мысалға, Мәкең бар, мен бар, мына жігіттер бар, мысалы, бар, допустим, есік алдына тұр, енді ішіне кірмейміз ғой, правильный участоктың. Түсіндім. Сыртында отырып, түсіндім. сен Мұратбайдың түсіндім. жақтаушысың ба деп, добровольно өзіміз қол жинай аламыз ба? Жоқ, түсіндім сіздің сөзіңізді. Мысалы, 5-6 адам ішке кірді, дауыстарын берді, далаға шыққан уақытта мен, мысалы, мен мына Жұмағалиевтікі емес, мен Жаңбыршиновтің адамымын да. Сен маған айтасың, кімге бердің? Не бердің? Саған не шаруам дейді да. Жоқ. Саған не шаруам дейді? Мұратбайдың адамымын деп айтамын. Жоқ, ондай болмайды. Ол уже неге болмайды? конституциялық үгіт насихат болды, 18-інде жабылады бәрі. Сен ана фамилияны Жұмағалиевтің атын атағаннан кейін сен нарушаешь жоқ, шыға берсін. Сол күнге, сағат 8-ге дейін қалада таныстарың бар ма, я болмаса ауылда таныстарың бар ма? Бізге бақылаушы, байқаушы болуға азаматтар жібермеш, жастарды. Сенімді азаматтар. Сенімді азаматтар өздерінің атынан шығады. Болашақ, біздер айтып отырмын, қазір ертең ана сенімсіз адамдарды ортаға қойып жібергеннен кейін аттан позынып алды да ол да. Қазір жетіспей жатыр. Мен қазір мынау неменен өзін алды. Маңғыстау ауданынан жігіттер телефон соғып жатыр. Бірақ бұл жерде де өзімді сын жетіспейтін жігіттерім жіберіп жүр. Онда кеше арыздан қабылдап алып жатырмын. Енді мен қай жағынан біз енді қазір тығырыққа теріп қалдық. Неге десең 5 күн уақыт қалды. 5 күн ішінде біздер бәрін қамту мүмкін емес шын айтқанда. Осы уақытқа дейін жүрдік, анау дедік, мынау дедік, қағаз шықпады. Міне қағаз кеше жауап ертерек бастауға возможность болмайды ма? Жоқ, мына айтып отырмын ғой. Ақшасын аудармай тұр, ақшасын аудармай, мына қағаздан ақшасын аудармай, акимат ана осында типографияның өзі ана шамаларың келгенше нелерің бауырларың болса мынау алланың отанына жіберіңдер. Бір күн, 2 күнде оқытамыз, бір күнде жарты сағат оқытамыз. Барлық нелердің бәрінде. Сосын бір күн, 2 күнде жаңағы сенімді өкілі болып, несін алады да. Несін неткенде дейін отырмын да. Иә. Жаңағы сұрауға болмайды, негіз дұрыс, заңсыз. Бірақ халық болып просто мен өзім тұрып алып, мен ешкім адам емеспін. Бірақ әділ сайлау өту үшін аяқтағы бюллетень дұрысталады ма, дұрысталмайды. Соны білу үшін мен өзім қазір өзіме отдельный список жасап тұрмын. Бірауыз айтып жіберейінші, мына ортақ чаттарыңыз бар ма?
біздер Ақшұқырда бар мына ол әлемде әкімнің өзінің асқан шаты берекелі Ақшұқыр дегенде 800-дің үстінде адам отыр. Өткенде біздер осы Ақшұқырда жинадық, жаңа қол жинадық. Әкім келеді деп облыс әкім келмей қалып, замы келді ғой, білетін шығарсыздар. Әр жерден жігіттер айтып отырып, әйтеуір сол белсенділердің күшімен жинады. мың қол кеше міне кімге Мұратбай бауырымызға берді оны. Ол Жаңбыршинге да берді оны мысалы. Олар айтқан ЕГО арқылы тапсырдым деп ЕГО арқылы тапсырып жіберген. Сондай болып ұйымдасып сол кездерде мысалы сайын мен Ақшұқырды бөліп жаратып ештеңесі жоқ қой. Кампозымыз біреу, әкіміміз екеу болғанмен да. Сондықтан ауыз біршілік болу керек. Бұл жерде менің кісінің айтып тұрған дұрыс. Сіздер жастарды жіберіп, сол чаттарға кірің, ана облыстың нөмірі 1-ші чаты бар. Ол қаншадан бері айтып отыр мысалы, да? Сол чаттарға кірің, сол жерде бәрі айтады, мына жаңағы айтып отқан, жаңағы дауысымды қалай мен ұрлап тауым керек деген мәселе жөнінде де талқылап жатыр. Жігіттер жаңа түсіріп алып, мысалы дауыс беретін кезде сол күні түсіріп алып, қысқаша айтып отырмын мен барын асықтырмайын. Түсіріп алып, артынан сайлау біткеннен кейін 19 күні уже жариялауға болады. Міне түсіп тұр ғой, Фейсбукқа сал, затқа сал, содан дауыс санауға. Одан басқа енді оның бәрі 18 күн істеген ненің бәрі ол уже заңсыз болады да. Сондықтан отпа шаптарды ашың, ұлғайтың, Ақшұқыр сатына бірін бөлінбен әңгіміз жоқ. Сол жерде талқылап жатыр. Ол жерде көп мына айтып отқан. Нағылды болсын, әнде біреу боқтап жатса, соны қоптайды. Біреу дұрыс әңгіме айтып жатса, мына чаттан шығарып жіберетін ғой дейді да. Ол түрін көріп отыр. Ол жерде отырған кілең жаңағы өздерінің адамдары көп отырып қойған. Анау жаңағы мысығын сұрайды, анау күшігін ұрланып кетті дейді. Сондай әңгіме. Бақылау болғанда мен әлем бір сұрастырып едім да. Енді қалғанда болмайды, бәрі тоқтатылады ғой. Егер атсалысамыз десеңіздер, комиссия құрамына кіруге сайын адам бар ма бізге? Тағайындалды ғой. Тағайындап тұрса да комиссия құрамына. Тағайындалды ғой. Кеше мен айтқаны, былай сырттан барып бақылап тұруға болады. Оладан да көп нәрсе бітірмейтін сияқты ғой. Байқаушы ол сөз жерін айтып соны түсіндір. Ертең кішкене сабыр етейік. Сәл бір минутқа ал ассалаумағалейкум баршаңызға. Біздер енді ел аралап шауып жүрміз. Мүмкін болып жатса осы қазақ деген халықтың бауырларымыздың көзін ашып жұмыстанайық. Дұрыс болса, дұрыс болмаса өздеріңіз сынай жатарсыңдар, оның үшін көріп жатсыңдар. Ал қысқаша мәселе мына жерде былай. Сайлауға не үшін қатысамын? Сайлауда қалай дауысымды тексеремін деп жатқан әңгімелер ғой. Түсінгенім бойынша әңгімені неден. Енді ол дауысты білуіміз үшін әуелі біз дауыс беруге атсалдық. Енді соны қадағалауымыз керек. Қадағалауымыз үшін бұл жерде белсенді болуға, байқаушы болуға куәлігін алып мына кандидаттардан сенімді өкілі деген. Я болмаса сол жерде отырып, я болмаса бір қоғамдық нелерді беретін мысалы көршілерді соған байқаушы қатысуға оны алу керек. Сондықтан соның ішіне енді келгеннен кейін бар отырған уақытта тек қана бұл кандидат емес, тағы басқа кандидаттар бар ғой, сол округтан түсетін, сол участоктен түсетін. Соның адамдары да отырады. Мысалы мына отырып айталық, мына жерде бір депутаттікі, мына екі кісі, мына екі кісі бір депутаттікі, мына екі кісі бір кандидаттікі да мысалы. Сондай отырмыз көбейіп. Енді біздерге ана жерде отырғанда тәртіп сақтауымыз керек, өзінің тәртібі бар. Ол тәртібін сақтауымыз үшін біздер видеоға түсіруге құқылымыз болады, түсіруге, суретке де түсіруге болады, фотоға да. Но бірақ бұл жерде жеке адамды түсіруге болмайды. Мысалы дауыс салуға келген адам, мысалы дауыс беруге келген адамды сен оны түсіре алмайсың. Себебі оны түсіре аласың, мына жерден төмен қарай, басын көрсетпей. Сосын барып оны дауысын салама, екеуін салама, үшеуін салама, нені бақылау керек ящикті. Ол бірінші. Екінші, комиссия төрағалары отыр, сол сайлаудың комиссия төрағасы. Төрағасы отыр, қасында мүшелері отыр. Сен оларды тіке бетін бақырайтып қойып түсіре аласың, құқың бар. Олар айтады, сен мені түсірме, менің сөйтіп қорғалған заңым бар. Сен істепес оған. Әрине, дұрыс айтасыз, мен келсем оған. Но бірақ сіз қазір міндетті анықтауыңыз. Комиссия төрағасы мен комиссияның мүшесі болды. Сондықтан біз мен комиссияның төрағасы мен комиссияның мүшесін түсіріп жатырмын деп айта аласыз. Сіздің дәлеліңіз. Сондықтан біздер оларды түсіруге құқылымыз. Себебі олар осы сайлаудың өтуіне, дұрыс жүруіне жауапты. Ол жерде тек қана бір Мұратбайдың тағдыры емес. Ол жерде басқа да кандидаттар бар, оның да жақтастары бар. Олар да түсіре алады. Сондықтан біз соны солай түсіре отырып, сайлаудың дұрыс өтуін қадағалауымыз керек. Түсінікті да? Енді сол бойынша сол жерде қандай да болмасын бір нарушениелер болған уақытта біз айқайласпаймыз. Ана төраға нарушение болып жатыр, бірдеңе қылып жатыр, шідеңе қылып жатыр деп айқай шығармаймыз. Ол заң бұзған болып саналамыз. Сондықтан біз не істеуіміз керек? Яғни өткеннен бері айтып жүрмін. Заманның түлкі болса тазы болып шал деген.
Сондықтан біздер де оның амалын тауып, мына заң дұрыс емес, бүйтіп қойыпты деп айқайлап шулап жатқаннан бала құсап, біздер оның амалын тауып дұрыс жүргізуіміз керек. Үндемей отырамыз, камераға түсіреміз, нарушениені көрдік, жасалып жатыр. Сол нарушение, егер сол қатысты дұрыс емес нарушение болса, бөлетен артық салынды, я болмаса басқа бірдеңелер жасады. Аласың да актыңды толтырасың да қол қоясың. Қасыңдағыларға қол қойдырасың. Қоя ма қояды, қоймай ма, қасыңдағы қойса болды. Бір адамға қол қойдырдың ба, аласың да отправить етесің. Айқайласпайсың, сөйлеспейсің, ешкіммен ештеңе емес. Шықтың да қолына ұстатып мынаны барып тапсыр. Барады прокуратураға тапсырады да, сол жерден сосын барып прокуратураға тапсырады. Егер де дұрыс жұмсайтын, дұрыс жұмсамайтын болса, прокурормен де жұмсалады. Керек болатын болса. Сондықтан біз сөйтіп қана талап етіп дұрыс жұмсасайтын болып жатсақ, дауысымызды қадағалайтын болып жатырсақ, сонда ғана біз сайлауды дұрыс өткізген азаматтардың қатарынан боламыз. Еліне, ұрпағына, мына болашаққа деген қызметімізді сонда ғана жасай аламыз. Ал егер де қорсыншы бірде бүйтіп жүретін болсақ, онда олай болмайды. Онда мына әкімдерге, оның қарамағында адамдар мен мына органдарға айтып жатқан әңгімеміздің бәрі далбаса. Өзіміздің кінәмізді көрмейміз, қателігімізді көрмейміз. Бірақ олардың қателігін көріп бетіне басып, сен неге бүйтпейсің, сен неге сөйтпейсің деп ақылды болып кеттік те бәріміз. Сондықтан біз тепе-тең болуымыз керек. Соны жасайтын болып жатырсақ, сонда ғана тәртіп бола алады. Себебі мына жерде тапсырма беріледі, кімге екенін білмеймін. Мына тұрған әкімге беріле ма, я болмаса комиссияның төрағасына жеке беріле ма, я болмаса жеке шақырып алып бөлек бұрыстан қысып жібере ма, білмейміз біз. Айта алмаймыз конкретно мынау деп. Но бірақ сол жерде сондай заттар жасалып келе жатыр, дұрыс па? Оны бәрін білесіңдер, жасалып келе жатқан. Сондықтан сол бозып жатқан нәрсені біз болдырмауға жұмыстануымыз керек та, атсалысуымыз керек. Қорқып бүйтіп отырып, я болмаса комиссияның төрағасы мен жеңешем екен, я болмаса ағам екен, тағы құдам екен, бірдеме деген әңгімені қою керек. Балам екен, жұмыстан айырып қалды деген әңгімені қою керек. Ол отырған комиссияның төрағасы мен мүшесі мына ел халықтың дауысының аманатына жауапты адамдар. Жауапты, аманатқа жауапты адамдар. Соны өз күнге дейін халық түсінбей жатыр. Аманаттың не екенін білмейді. Аманатты білуіміз керек, ертең қандай жауабы бар оның мойнымызда. Сондықтан бәріміз де біз соларды және басқа мына прокурор дейміз, сот дейміз, милиция дейміз, әкім дейміз, басқа дейміз, бәрі жаман бәріне біз жауап береміз. Сондықтан біз дәлелді жауап беруіміз керек, көзіміз көріп тұрып, құлағымыз естіп тұрып, және қолмен ұстап тұрып айтатындай болуымыз керек та. Вот сонда ғана біз дәлелді боламыз. Ата сыртынан әңгіме айту бізге жараспайды. Соның ішінде Маңғыстау халқына біздің менталитетімізді жоғалтып алдық. Ал енді ағайындар, осы сайлауға дұрыс қатысайық, дұрыс жұмыс жасайық, қадағалайық бәрін, соған қарай. Маған керек емес, мен білмеймін дегенді қойып, бәріміз атсалысып қарайық. Мен байқаушы боламын деп мына жерде екі участке болса, Сайын ауылында, бітіпті 20 учаскеге жететін адам шығып жатса да артық емес. Ақтауға керек бізге, басқа жерге керек, көмек керек. Сол жақтарға адамдар керек па, сол жақтарға бір күнге шыдайықшы. Біз мысалы, құдай бар, мен мысалы ешкімнен ақша сұрап жатқан жоқпын. Не мына кандидаттардан, не басқалардан да мысалы. Маңғыстауда айналып жүрміз, бірақ құдайға шүкір, жігіттер сау болсын, бәрін де істеп жатыр ғой. Алла разы болсын. Но бірақ біздер еліме деп қызмет жасайық, сонда ғана жұмыста. Маған ақша төлеме, анаған барып келгеніме деген ол біздің тарапымыздан азаматшылық болмайды. Бәріміз де мына қоғамға атсалысып жұмыс жасасақ, сонда ғана қоғамды түзетуге болады. Тек қоғамды түзетуге жұмыстанайық, біз мына жастарға ештеңе қалдырған жоқпыз. Мына тұрған жастарға, міне мыналарға жұмыс жасайтын бірдеме қалдырған жоқпыз. Жағы айтты дейді ғой, имам ағзам, аяғымның астында менің білмейтінімді аяғымның астына жинайтын болса, төбем көкке жетер еді деп. Сол айтқан, менікі де солай шығар. Бірақ енді сөйткен екенбіз демей, бір кішкене елге қызмет жасайық та, ұрпаққа бірдеме қалдырайық. Сонда ғана еліміз деп айталайық, әкеміз, атамыз деп айталайық. Біздің айтатындай ештеңеміз қалған. Өзім ұяламын қазір жүргенде, мен ештеңе жасаған жоқпын, мен айтпаймын бірдеңе жасадым. Аз әлі жасағанымызды. Сондықтан ағайындар, осы неге сайлауға қатысайық, барлық сайлауға қатысуымыз керек. Және сол сайлаудың бәрінде қадағалап, соны дұрыс өткізуге жұмыстануымыз керек. Сол кезде ана программаның ішіндегі сайлаудың заңы қалай жазылған, соны міне сонда ғана орындата аламыз. Сол кезде сайлауға қатысқанда біз басымыздан өтіп ана жердегі болған нәрселерді көрсек, сонда ғана айта аламыз. Мына сайлауда мынандай болды, мына жерде мынандай, сондықтан мынаны өзгерту керек деп айтатын болып жатсақ, сонда бізге дәлелді болады. Көрдік айтып тұрмыз. Ал көрмей, білдік қой, ана бүйтеді ғой, сөйтеді ғой деп өсек керіп жүретін болсақ, әлі күнге дейін өсек кере береміз. Міне 30 жыл еріп жатырмыз. 30-ның үстіне шығып кетті, мен тек 1-30 жаттап алған, соны ұрып жатырмын әлі. Сондықтан ағайындар, біз дұрыс жолды таңдайық. Ертең сол мына мәслихаттың мына ауылдан сайланып жатқан, ауданды, қалалық сайланып жатыр ғой, облысқа бәріне. Солардың өздері ертеңгі күні дұрыс жұмыс жасайтын болып жатырса, бөлінген ақшаларды, келген ақшаны, соны дұрыс бөлу бағытында жұмыс жасай алады. Мына тұрған әкімдердің жұмыс жасауына көмектесе алады.
Себебі бұларға сол ақша жетіп жатыр ма, жетіп жатырған жоқ па, біз білмейміз. Мысалы, жетіп жатырмаса, олар сұрайды, ертең неге жетіп жатқан жоқ? Жетіп жатса, қайда жұмсадың деген сұрайды. Дұрыс па? Ары қарай міне клубтарың бар салынайын деп отқан. Қадағалау керек қой. Ертіп бірдеме қылайын деп отқан ештеңем жоқ. Маған бәрі ана ютубта қарасаңдар, жетеді менің айтқандарым. Соның бәрін тыңдаңыз, сендер үшін бәрі. Мен өлтіріп кететін болып жатса да, ең болмағанда артыма бірдеңе айтып кеттім әйтеуір. Халық білетіндей. Шайтан емес, ақыр бір күні өлеміз. Сондықтан ағайындар, бір кішкене елге қарай жұмыс жасайық, ұрпаққа бірдеңе тастайық. Мына қалған ұрпақ, мына қазіргі заманда енді ары қарай өзінің дұрыс өмірін сүріп, дұрыс жүретіндей бірдеме қалдырайық. Өсек, мөсек, айқай, бәрін қояйық. Себебі бізде қазір бір шаруа шешілді ме, айқайлап отырып, ертең бітті-ау деп мәз болып, осы мекемеде бірдемен шаруаны шештік деп қуанып, бір-бірін құттықтап етіп келіп жатсаң, 6 айдан кейін сол вопрос қайта көтеріліп, қайта төбелесіп жатырмыз ғой. Неге? Яғни біздің заңымыз шегелеусіз. Шегеленген заңға ешкім істене істей алмайды. Шегелеусіз ана жасалған протоколы ма, басқасы ма, бәрі сауатсыз жасалған деп қабылдауға болады. Я болмаса тіпті сені менсініп отқан жоқ та, мына біздің резеңке заңымыз бар да, тартып тұрған. Осы қазіргі Қазақстанның заңын қалай тартсаң солай созылады. Дұрыс айтасың. Сондықтан біздер ағайын бір кішкене жаңымызға қарап, келісіп жұмыс жасайық. Сонда ғана елге боламыз. Атақ білмеймін, жаңағы біреуді мақтап, біреуді даттап, барлық азаматтарда достойный жұмыстарын жасауға, істеуге достойный емес деген әңгімені айта алмаймын, тіпті Құдайдың алдында. Но бірақ бір нәрсені ұмытпайық. Мына тұрған әкім ертеңгі күні, мысалы, депутат болып сайланатын болып жатырса, осы кісінің дұрысын бұрыс қылып шығарып бере алатын қазір заң тауып береді. Жоспар ертең халықтың алдына жариялайды да, мына жерде мына жерде бұзды, мынаны бүйтті, мынаны бүйтіп қойды. Өзім соның куәсімін. Жемеген ақшаның 14 миллионның үстінде мен ақша жеген болып шықтым. Маған мойындауға тура келді. Потому что бухгалтерді мен жерге келіп әкелуім керек болды. Ақша жегені бірақ бухгалтерге бөліп алдық деген әңгіме. Ана бухгалтер тартсын жіберді, соны істеп отқан. Жоқ. Артынан сосын менің адвокаттарым айналдырып кетті. Сен дұрыс жасамадың, мына бүйту керек еді. Жақсы, оған да сеніп қалдым. Бірақ қазір өкінем, соны әлде де солай істеуім керек еді. Ағай, мен ақталайын деп отқан ештеңем жоқ. Сендерге бір пример ретінде көрсетіп отырғанда, любой адамды тығып жібере аламыз ғой. Тығып жібере алады мына үкімет, мына заңменен. Сондықтан біз заңымызды жөндейік. Барлық ішіндегі соған бара ары қарай атсалсын. Оңай емес. Міне қазір осы отырған бір 20 шақты адамбыз. Соның алдында бір депутатты, я бір әкімді. Білмеймін. Білмеймін. Жоқ, інім. Мен бәрібір ана орында отырғаннан кейін ана орындыққа қарай айтып отырғаным. Сені кім екенін білмеймін. Әкімді кеше көріп едім, бет аузын қазір ұмытып қалып отыр. Бірақ енді жігіттер былай ғой. Мына шаруада біздерде кез келген адамды көпшілік болып отырып, не түбіне тығып та жібере аламыз, не болмаса шығарып көпке жайнатып та көрсете аламыз да. Бірақ біз соның дұрысын білейік, дұрысын бағалайық. Қысқаша сайлауға көп адам керек жігіттер, көп адам керек. Балдарыңды жіберің, қыздарың ба, әйелдерің ба жіберің, тек сайлауға өздерің келің. Профсоюз жағынан білем, бірақ әлде де білмейтіндерім көп. Бірақ қараң, сайлауды мен білмейді екен. Мына сайлауда басымды тығып кірдім ішіне. Мен өзім денемнен өткізіп жатырмын, бірдеңе айту үшін айтылатындай болуым керек та. А то мен сыртынан тұрып алып, бұлай ет деп бала құсап жылағаннан өзім көрейін. Мына сайлауда көргенде тіпті басқаша. Бірақ бар ұқсастықтар. Но бірақ мына жерде өте басқаша. Сондықтан бұда мен көп затты көрдім. Бұл жерде айқын жаңағы қарсылықты да көріп жатырмын, құйтұрқыларды да көріп жатырмын. Оңай емес, шаруа алыстау жасап тұрған заңын көріп жатырмын. Оған қарай біз айқайлайтын болып жатсақ, біз сайлау емес, кандидат емес, яғни үкіметке ыңырап жыланып отырамыз да, ойбай, бүйткен жоқ, сөйткен жоқ, дұрыс емес. Сондықтан біз шаруа жасайық деп көп нәрсеге араласып жатқан жоқпыз, тек осыменен шауып жүрміз, бүкіл Маңғыстауды аралап. Бар болған жерде көріп жатсыңдар, бір 2-3 адам, 4-5 адам жиналыпсыңдар, оған да ризамыз. Осындай бір кішкене бақтансаңдар, соны ары қарай білсеңдер. 61 жылғы тұлпарды бәйгеге қосқаннан 80 жыл тұлпарды бәйгеге қосқан дұрыс болатын шығар деп ойлаймын. Келісесіңдер ме? Жас тұлпар, шапқан тұлпар бәйгесін көрсеткен. Енді тек кішкене ілгері қарай дұрыстап шаба алмай тұр, қамшылайық, жақсылап тұрып кішкене көрсетейік, және соны қолдайық. Бір керекті нәрсе бізге. Біз ана депутатты сайлағаннан кейін депутат қылып, кандидат. Болды, шаруа бітті, үйге барып жатамыз.
Бәт сайладық, біздің жаңа адам жеңді болды. Оны істейді өзі бар. Солай емес ағайындар. Біз оны тастамауымыз керек. Әр уақыт сұрап тұруымыз керек. Көбінесе мына ауылда жиналып чат бар ма? Не хабар бар екен жігіттер? Мына ауылдағы сайланған мәслихаттағы депутаттарымыз қалай екен? Жағдайлар кімдерге болып жатыр екен? Сұрап тұрайық, балдарды шақырып алайық. Ана ағайындарың бар ма? Көрейік. Не шаруалар болады? Біреуінен сұрадық па, тағы да бесеуінен тағы сұрау керек. Біреу айтпай қалар мүмкін. Бір-бірімен связь алып бүйтіп тұратын болып жатса, сонда олардан уже жұмыс жасайтынына біз итермелейміз. Мына үкімет пен халықтың арасындағы байланыс ашылып кетті, көріп те жатқан шығарсыңдар, көрмей жатқандарыңа. Сол халық бір жақта жүріп, үкімет бір жақта жүр, байланысымыз жоқ, сосын бір-бірімізбен ренжісіп жатырмыз. Енді бізге қазір мақсат үкіметтен халықтың арасындағы байланысты құру, орнату. Сол екі байланысты орнататын болып жатырса, онда біздің талабымызды жеткізіп, сол талапты орындатуға әрекет жасайтын бізде жол ашамыз. Бұл айтып отқанда жабық тұрған есікті ашуымыз керек қой енді ары қарай. Сол жабық тұрған есікті ашу үшін әрекет жасауымыз керек. Ал енді тыңдағандарыңа рахмет, уақыттарыңды бөліп келгендеріңе рахмет ағайындар. Сендердің осындай болып жиналып осы жерде отырғандарыңа риза болып отырмын. Біз бұл депутаттың үміткеріміз өткен отырған себебіміз жаңағындай заңсыз заңдардың қабылдауына тосқауыл жасау. Соған жол ашу да бұл мақсат. Сол жаңа айтып жатыр, үлкен ағаларымыз айтып жатыр. Үйрену, мына жастар үйренсін. Әйтпесе халық деген мезі болып қалған ғой, сайлау құрсын, не керек, бәрібір сайланып қойды, анау мынау деген әңгіме болмау үшін. Осы біздің үміткеріміз өту үшін сіздің ауылда, мына біздің сайында 4 участок бар екен. 4 участокке қорғаныс сыйлықтың керек. Мына Ақтауда біздің жаңа офисіміз бар дедік қана, Қазмұнайгазда өткенде Шотан Батырдан Алмагүл деген тұр здание. Соған барсаңыз сол жерге келіп оқып алуға болады. 8 емес, 10-12 адам, 15 адам болса да артық болмайды. Жаңа айтып отыр, басқа учаскелер керек. Соған келіңіз, атсалысыңыз, ана чат бар, нөмірі 1 облыстық чат деген. Соған кіріңіз, сол жерде де үйретіп жатыр, жігіттер бар, қыздар бар. Содан үйреніңіз, басқа чаттарға да кіріп, хабарласып отқан дұрыс қой, тек мен ауылым деп осы жерде айқайлап, айқай көтеріп жүргеннен шаруа өтпейді ғой мысалы да. Бірлесуіміз керек, бірлікте болуымыз керек. Сол үшін ғана біз мына қызмет етіп жатыр. Ол Мұратбай бауырымыз оны бір алла біледі, бірақ әрекет етіп отырмыз оған. Әрекеттенбей отыра берсек, отыра береміз. 30 жыл қалай отырдық, солай отыра береміз. Әбекен айтып жатыр ғой, біздерді, мен де ортасында жүрген адам. Жаңағы аталарымыз айтты ғой, ердің құнын, елдің жоғын, жастың ел танитын жайсаңы жоқтайды депті. Болмаса, әрінің жайдан жоқтайды депті. Сол айтқан, ал енді жортқанда жолың болсын. Ата бере берейін, мені үлкен жолың жолына бастағай. Жортқанда жолың болсын, қыдырата жолдасың болсын, екі дүнияның абыройын берсін. Осыдан мына сайлаудың сайысынан жеңіп депутат болуды Алла тағала нәсіп етсін, халқыңның қамын ойлап, адал да арлы азамат болуыңа Алла нәсіп етсін. Аллаху акбар. Амин.